Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аз ғана уақытыңызды алатын, өте дәмді және де қарапайым заттармен жасалатын печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше дәл осылай венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Содан соң алдын ала ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырамыз. Енді келесі кезекте разрыхлительді, яғни қамыр қопсытқышымызды қосамыз және де алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп, араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ және де нәзік қамыр пайда болады. Қамырымызды илеп болған соң, осылай шоколадты ұсақтап қосатын боламыз. Және де қамырымызды тағы да илеп жібереміз. Шоколад болмаса, онда мейіз қосып илесеңіздер болады. Мейізбен де дәмі ерекше, өте дәмді болып шығады. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді қолымыздың көмегімен дәл осылай кіші бөліктерге бөліп алып, противенге орналастырамыз. Бөліп алған печеньеміздің бетін қатты баспаймыз. Дәл осылай қолымыздың көмегімен кішкене домалақтап қойып шығатын боламыз. Сонда біздің печеньеміз биік және де әдемі болып көтеріліп шығады. Аяқ астынан қонақ келгенде немесе шай ішкіңіз келсе, онда міндетті түрде дәл осы печеньені жасап көріңіздер. Үй жағдайында өте оңай және де тез дайын болады. Дәл осы кезде пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді және де тез дайын болатын печеньеміз дайын болды. Дәл осылай пісіп шықты. Рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.